Ассалаумағалейкум достар, сендермен бірге мен Eurogеймер, және бүгін біз деген енді Бравл Старс емес, ешқандай ойын емес, жай өзіміз видео түсіретін боламыз, және менде бір ай бойы видео шықпағанына кешірім сұраймын. Бүгін біз ютуберлерді салыстыратын боламыз. Олар Ашончик, Дарки, Игроманжи және тағы басқалары. Ал кеттік онда, бастаймыз. Бірінші бізде достар превью, және де бұл біз деген енді олар бірінші біз Ашончик деген жақсы ютубердің превьюін салыстыратын боламыз. Енді превьюларын қарасақ күшті, әсіресе міне осы видеодағы превью ұнады маған. Енді былай айтқанда 10-нан 9 балл, 10-нан 10 бар. Ал енді екіншісі бізде Дарки. Ал Даркидің превьюына келетін болсақ, достар, Даркидің превьюлары өте жақсы жасалған, бірақ кейбір превьюлары онша қатты мықты емес. Енді Ашончиктан былайша айтқанда қалады превьюлары. Ал енді үшінші бізде ол Аликазақтың превьюлына келетін болсақ, онша жаман деп айта алмаймын, бірақ нормально. Енді оның видеоларда қызық, превьюларды күшті. Енді біз бірінші орында бірақ Ашончик келатыр, енді басқа да ютуберлерді көретін боламыз. Ал осы кеттік келесі ютуберге. Ал бізде енді бұл Игроманжидің превьюларына келетін болсақ, онша қатты мықты деп айта алмаймын. Енді болады нормально превьюлары, бірақ Ашончик пен Даркидікіне жетпейді. Ал олай болса кеттік келесі біздің ютуберге. Келесі бізде достар ол Алмаз-KZ. Алмаз-KZ'тің превьюларына келетін болсақ, оның превьюлары просто топ. Қараңыздар достар, превьюларын. Мысалы, оның каналында конкурс болып жатыр. Конкурсқа қатысуға болады. Және 18.000 кубок. Міне күшті превьюлар достар. Осындай превьюларға жететін адамдар әлі алда бар деп ойлаймын. Ал олай болса кеттік біз келесі ютуберге. Ал енді бұл өте қазақ баласы. Қазақ баласының да превьюлары онша қатты мықты емес. Енді болады нормально, бірақ мықты емес. Әсіресе осы превью маған ұнаған жоқ. Ал олай болса бізге екі ютубер қалды, олар Церули және де Titan-KZ. Кеттік. Ал Церулиге келдік. Одан не қойып тұрған білмеймін. Шапкасы бұзылып қалған ба, ал тастаған шығар. Достар, және де Церулидің да заттары мықты деп айта алмаймын, онша қатты, бірақ нормально болады. Келесі бізде соңғы ол Titan-KZ. Оны да қазір көретін боламыз, достар. Ал бізде соңғы ютубер ол Titan-KZ. Titan-KZ-тің да заттары нормальный, күшті деп айта аламын. Міне, ода да бір ай болыпты видео шықпағанда, достар. Достар, енді біз айтайық. Бірінші орын бізде Ашончик, екінші орын бізде Дарки, үшінші орын Игроман. Достар, ал олай болса біз келесі ютуберлер, ал енді біз олардың подписчиктерін салыстыратын боламыз, достар. Кеттік. Достар, әрине бізде бірінші орында Игроманжи, ал екінші орында Дарки, үшінші орында Алмаз-KZ, төртінші орында бізде қазақ баласы, және де бесінші орында Аликазақ. Соңғы орында, достар, ол одан Церули, содан Ашончик бар, сосын Церули, одан соңғысы Titan-KZ болады, достар. Және де тағы бір айтқым келіп отырған достар, менің арнама тіркеліп колокольчикті басып кетіңіздер. Бұл жақта
қазақша Бравл Старс және де Free Fire шығады. Келесі видеода не түсірейін айтып қойыңыздар достар. Бравл Старс па әлде Free Fire ма? Комментке жазып кетіңіздер. Ал олай болса видеоны аяқтаймын. Сау болыңыздар.